Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 3-ші сынып 1-ші бөлім 25-ші сабағымызды бастаймыз. Сабақ бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаймыз. 25-ші сабағымызды бастайық. Екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Жануарларға қамқорлық. Сен екі жиынның бірігуі мен қиылысуын белгілеуді, құрастыруды, бейнелеуді үйренесің. Бірінші есепке қарайық. Сұрақтарға жауап бер. Бізде төменде сұрақтар берілген. Кіші дөңгелектің сыртында неше нүкте жатыр? Бізде кіші дөңгелек дегеніміз міне. Енді осының сыртында қанша нүкте жатыр? Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни кіші дөңгелектің сыртында 8 нүкте жатыр. Келесі сұраққа жауап берейік. Кіші және үлкен дөңгелектің сыртында неше нүкте жатыр? Кіші дөңгелек міне, үлкен дөңгелек міне. Осы екеуінің сыртында неше нүкте жатыр? Санаймыз. 1, 2. Кіші және үлкен дөңгелектің сыртында 2 нүкте жатыр. Келесі сұрағымыз, үлкен дөңгелекте және кіші дөңгелекте неше нүкте жатыр? Яғни, кіші дөңгелекке де ортақ, үлкен дөңгелекке де ортақ, яғни екеуіне де ортақ нүктені табуымыз керек. Ол міне 1, 2 нүкте. Демек, үлкен дөңгелекте және кіші дөңгелекте 2 нүкте жатыр. Келесі бізде екінші есепке қарайық. 3-ке және 4-ке бөлінетін сандар жазылған қима қағаздар дайында. 2 сақинаны суреттегідей үстелдің үстіне қой. Оның сол жағына 3-ке бөлінетін сандар жиыны, оң жағына 4-ке бөлінетін сандар жиыны жазылған қима қағазды орналастыр. Бізде 2 шеңбер берілген, екеуі қиылысқан. А суретке, мына жерде А суреттейміз, мына Б суреттейміз шеңберде. А шеңберімізде 3-ке бөлінетін сандар жиынын жазамыз. В шеңберде біз 4-ке бөлінетін сандар жиынын жазамыз. Бірінші жазып алайық. 3-ке бөлінетін сандар. 3-тің көбейту кестесінен көре аламыз. 3-ті 3-ке бөлеміз. 1. 3-ке бөлінетін сандар жазайық. 3-ті 3-ке бөлсек 1. 6-ны 3-ке бөлсек 2. 9-ды 3-ке бөлсек 3. 12-ні 3-ке бөлсек 4. 15-ді 3-ке бөлсек 5. 18-ді 3-ке бөлсек 6. 21-ді 3-ке бөлсек 7. 24-ді 3-ке бөлсек 8. 27-ді 3-ке бөлсек 9. 30-ды 3-ке бөлсек 10. Енді 4-ке бөлінетін сандар бізде 4-ті 4-ке бөлсек 1, 8-ді 4-ке бөлсек 2, 12-ні 4-ке бөлсек 3, 16-ны 4-ке бөлсек 4, 20-ны 4-ке бөлсек 5, яғни осылай 4-ке бөлінетін сандарды жазып аламыз. Енді осылардың ішінде ортақ сандар бар бізде. Ортақ сандар олар 3-ке де бөлінеді, 4-ке де бөлінеді. 3-тің көбейту кестесінде де бар, 4-тің көбейту кестесінде де бар. Енді біз соны табуымыз керек. Яғни міне 12 3-тің көбейту кестесінде, ал 4-тің көбейту кестесінде міне 12 бар. Енді тағы да 24 саны бар. 4-ке бөлінетін сандардың арасында да 24 саны бар. Яғни ортақ сан 3-ке бөлінетін, 4-ке де бөлінетін ортақ сан бізде 12 мен 24. Енді біз шеңберді сыздық, екеуінің қиылыстырып, енді жаздық. Бірінші екеуіне ортақ сандарды жазып алайық. Демек, А шеңберіне де, В шеңберіне де тиісті, екеуіне де ортақ 12 саны мен 24 санын жаздық. Енді біз 3-ке бөлінетін сандарды А шеңберіне, 4-ке бөлінетін сандарды В шеңберіне толықтырамыз. Сонда 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 24, 30.
Ал В шеңберіне төртке бөлінетін сандарды жазамыз, 4, 8, 16, 12, 24, 20, 28, 32, 36, 40. Егер жиындар атауында және сөзі қолданылса, онда оның әр элементі екі жиынның қиылысында, екі шеңбердің ортақ бөлігінде орналасу тиіс. Яғни, және деген сөзі айтылса, міне мына жерді, осы жерді білдіреді. Және бұл белгісі, мына белгісі жиындардың қиылысу белгісі. Егер жиындар атауында немесе сөзі қолданылса, онда оның әрбір элементі кез келген екі жиынның бірінде орналасуы мүмкін. Жиындардың бірігу белгісі не? Бұл немесе деген сөзі қолданылса, яғни көрсетейік, А шеңберінде де, В шеңберінде де болуы тиіс деген мағына. Үшінші есепке қарайық. Құстардың атауын оқыңдар дейді. Бізде құстардың атауы пингвин, түйеқұс, ұшатын тиын, қарға, көк шымшық және жарғанат. Олар қай шеңберде орналасқан? Олар бізде міне көк шеңберде орналасқан. Аңдардың атауын атаңдар. Бізде аңдар түлкі, қасқыр. Олар қай шеңберде орналасқан? Олар қызыл шеңберде орналасқан. Ұша алатын жануарлардың атауын оқыңдар. Ұша алатын бізде ұшатын тиын, қарға, шымшық, жарғанат. Олар қайда орналасқан? Олар екі шеңбердің қиылысуында орналасқан. Яғни қызыл шеңберге де, көк шеңберге де ортақ, екеуінің қиылысқан жерінде орналасқан. Төртінші есепке қарайық. Суретте жиын элементтерін тауып, дөңгелекке фигура түрінде орналастыр. Фигураға әр сөздің бірінші әріпін жазыңдар. Мысалы, жиындар берілген, бізде шеңбер болса жануарлар жиынын жазамыз, тіктөртбұрышқа аңдар, төртбұрышқа құстар, шаршыға балықтар, үшбұрышқа өсімдіктерді жазамыз. Бізде үшбұрышқа өсімдіктерді жазамыз, қарағай, қызғалдақ. Бас әріптерін жазамыз. Қарағай, қызғалдақ. Енді шаршының ішінде бізде аңдар. Тіктөртбұрышқа аңдар дейді. Аңдар бізде түлкі. Т деп жазайық. Шаршыға балықтар. Яғни сазан. Бас әріпі С деп жазайық. Енді төртбұрышқа құстар. Құстар бізде шағала. Ш деп жазайық. Енді керікті жазайық. Керік бізде құс емес, аң емес, балық емес. Керікті шаршының ішіне, шеңбердің ішіне жазайық. Керік К деп жазайық. Құмырсқаны да осы жиынның ішіне жазайық, құмырсқа. Енді осы суреттердің ішінде мұзтау және өзен. Бізде ешқандай жиындардың, берілген жиындарға, фигураларға жазбаймыз, бізге сәйкес келмейді. Бесінші есепке қарайық. Сандарды оқы. 2, 47, 16, 8, 17, 32, 6, 53. Қиылысатын екі дөңгелексіз. Қызыл дөңгелекте жұп сандар, ал көк дөңгелекте екі таңбалы сандар болады. Әрбір санды дөңгелектерге дұрыс жаз. Екі таңбалы жұп сандар жазылатын бөлікті бояп көрсет.
Біздерге екі шеңбер сызды қиылыстырып, қызыл шеңбер және көк шеңбер. Қызыл шеңберге жұп сандарды жазамыз. Бізде жұп сандар 2, 16, 8, 32 және 6 сандары. Енді бізде екі таңбалы сандарды жазуымыз керек. Көк шеңберге екі таңбалы сандар бізде 47, 16, 17, 32 және 53. Енді осы сандарды шеңберге дұрыс орналастыруымыз керек. Бірінші көреге екеуіне де ортақ бірдей сан бар ма, жоқ па? Жұп сандардың ішінде 16 саны бар, екі таңбалы санның ішінде 16 саны бар. Қызыл шеңберге орналастыратын жұп сандардың ішінде 32 бар. Көк шеңберге орналастыратын екі таңбалы сандардың ішінде 32 саны бар. Яғни екеуіне ортақ бізде 16 және 32 сандар бар. Енді қалғанын жазайық. 16 мен 32-ні міне жаздық. 47, 17, бізде 57 емес, 53 екен, кешірім сұраймын. Енді жазамыз мына жерде 53. Енді мына жерде 16 мен 32 жазылды. Міне мынау қызыл шеңберге де тиесілі, көк шеңберге де тиесілі, яғни ортада қиылысқан сандар. 16 мен 32 бар, енді қалған сандарды жазамыз. 2, 8 және 6 сандары. Элементтері жоқ жиын бос жиын деп аталады және бұлай белгіленеді. Бос жиынды кез келген қарама-қарсы қасиеттер арқылы анықтауға болады. Келесі бос жиындарға берілген мысалдарды оқып, өзің де осындай мысалдар ойластыр. Бос жиындарға берілген мысалдар. Жылқылардың айдағы жиыны. Мүмкін емес нәрсені бос жиын ретінде ала аламыз, е? Мысалы, жылқылардың айдағы жиыны дейді. Айда жылқы болмайды бізде, яғни бос жиын ретінде ала аламыз. Теңіздегі жұлдыздардың жиыны. Теңізде жұлдыздар болмайды, теңізде балықтар болады. Жұлдыздар аспанда болады. Бос жиын ретінде ала аламыз. Аспандағы балықтар жиыны. Аспанда балықтар болмайды. Аспанда жұлдыздар болады, балықтар теңізде болады. Біздер бұны бос жиын ретінде ала аламыз. 6-шы есепке қарайық. Есепті шығар. Әлия 9 теңгеден 5 дәптер және 540 теңгеге қойын дәптер сатып алды. Ал Сырым 9 теңгеден 4 дәптер және 345 теңгеге альбом сатып алды. Олардың қайсысы көп және қанша ақша артық жұмсады? Жазайық, Әлия 9 теңгеден 5 дана және 540 теңге жұмсады. Ал Сырым 9 теңгеден 4 дана және 345 теңге жұмсады. Енді осылардың қаншалықты артық жұмсалғанын біз табуымыз керек. Ол үшін біз шешуін шығарамыз. Бірінші Әлияның қанша ақша жұмсағанын тауып алуымыз керек. 9 көбейту 5, қосу 540. 9-ды 5-ке көбейткенде бізде 45, қосамыз 540-ды 585. Әлия 585 теңге жұмсады. Енді екінші бізде Сырымның жұмсаған ақшасын табуымыз керек. Қанша болғанын 9-ды көбейтеміз 4-ке, қосамыз 345-ке. 9-ды 4-ке көбейтсек 36, қосамыз 345-ті, бізде 381 шықты. Енді бұл жерде көрініп тұр, Әлия көбірек ақша жұмсаған, Сырым аз ақша жұмсаған. Енді осыны үлкен саннан кіші санды азайтайық. 585-тен азайтамыз 381-ді. Сонда бізде 204 шықты. Жауабы Әлия Сырымға қарағанда 204 теңге артық жұмсады. Келесі бізде 7-ші есеп, теңдеулерді шеш. Теңдеу берілген. 27 бөлу А тең 5 қосу 4. 27 бөлу А тең 9. 5-ке 4-ті қосқанда 9. А тең 27 бөлу 9. А тең 3 болады. 27-ні 9-ға бөлгенде енді А-ның орнына 3-ті қойып жазайық. 27 бөлу 3 тең 5 қосу 4. 27-ні 3-ке бөлгенде 9. 5-ті 4-ке қосқанда 9. Демек теңдеуіміз дұрыс.
Келесі 100 азайту y тең 17 қосу 64. 100 азайту y тең 81. Y тең 100 азайту 81. 100-ден 81-ді азайтқан кезде бізде 19, y тең 19. Енді y-тің орнына 19-ды қойып жазамыз. 100 азайту 19 тең 17 қосу 64. 100-ден 19 азайтсақ 81, 17-ге 64 қоссақ 81 демек теңдеуіміз дұрыс. А көбейту 8 тең 15 қосу 9. А көбейту 8 тең 15-ге 9-ды қосқанда бізде 24. А тең 24-ті бөлеміз 8-ге. 24-ті 8-ге бөлсек бізде 3 шығады. А тең 3-ге. Енді мына жерде А-ның орнына 3-ті қойып жазайық. 3 көбейту 8 тең 15 қосу 9. 3-ті 8-ге көбейтсек 24, 15-ті 9-ға қоссақ 24. Демек теңдеуіміз дұрыс. 8-ші есепке қарайық. Дұрыс пікірді тап. А нұсқасын оқиық. Дөңгелектердің ортақ бөлігінде қызыл заттар немесе қызыл шарлар орналасқан. Ортақ бөлігінде міне мына жер бізде ортақ бөлігі. Қызыл шарлар немесе қызыл заттар орналасқан. Яғни қызыл шарлар орналасқан, дұрыс, бірақ бізде қызыл деп мына КамАЗды да алуға болады, мына ойыншықты да алуға болады қызыл деп. Яғни бізде бұл пікір дұрыс емес. Яғни А нұсқасы бізде дұрыс емес. Енді А нұсқасын тыңдап оқып көрейік. Дөңгелектердің ортақ бөлігінде қызыл және дөңгелек ойыншықтар орналасқан. Ортақ бөлігі міне мына жер. Ортақ бөлігінде қызыл және дөңгелек ойыншықтар орналасқан. Яғни бізде дұрыс қызыл және дөңгелек. Яғни 8-ші есепте А нұсқасы бізде дұрыс пікір айтылған. Және біз осыны А нұсқасын дәптерімізге жазып аламыз. Сұраққа жауап бер. А нұсқасын оқиық. Барлық ойыншықтар қанша? Яғни санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Жазамыз. А нұсқасы барлығы 11 ойыншық бар. Келесі Ә нұсқасын қарайық. Қызыл шарлар қанша? Қызыл шарлар бізде 1, 2, 3. Шар және ол қызыл түсті болу керек. Бізде 3 қызыл шар бар екен. Ә нұсқасында 3 қызыл шар бар. Б нұсқасын оқып көрейік. Барлық шарлар қанша? Яғни біз барлық шарларды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шар бар екен. Б нұсқасы барлығы 7 шар бар. Осымен құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.